Қара үй, киіз үй, ақ отау, ұлыма отаулар бұл тек қана адам жасау орны болып қалмастан үлкен бір көркем өнер композициясы десе болады. Айрықша бір ілім десе дұрыс келеді. Өйткені қара үй отауларының түзілуінде терең мәнс бар. Мысалы, төбесіндегі шаңырағы бұл космос кеңістік әлемі менен тікелей байланысады. Адам бүткіл жаратылыстың ажыралмас бір бөлігі дегенді аңлатады. Бұл дегені нәзік әлемнен жаратылыстан адамға кереклі күш-қуат энергиясы құяш һәм ай нұры менен тура түсіп келіп тұрады. Шаңырақ һәм уықлардың дүзіліс тәрізі де жарқырап тұрған құяшқа мегзейді. Отаулардың қаптал диуалары, мысалы қарақалпақларда қара үйлердің үлкен кішілігі керегелерінің санына қарай белгіленеді. Оларды қанат деп айтылады. 6 қанатлы, 9 қанатлы, 12 қанатлы қара үйлердің ұшыратқан шығарсызлар. Қанатлары қанша көп һәм кем болса, сонша жақсы һәм қымбат болады. Сөзлік қорымыздағы қанатын талмасын, қанатыңды кен жай, кен қанатлы сөздері де бекарға емес. Отаулардың формасы дөңгелек, яғни мүйіші жоқ. Бұның бір мәнісі теңлік, әділдік дегені болса, тағы бір мәнісі мүйіш жоқ болған соң қара күшлер, жаман энергия жиналмайды дегені. Өлмекші зиянлы жәндіктер білеміз. Мүйішке тор салып құрым басады. Жын-жыпырлар мүйішке топланады. Сол үшін ескіден мүйіште отырма деген тиым бар. Үйді отпенен аласлағанда да мүйішлерді аласлау деген бар. Қара үй отаулар қыста жылы, жазда салқын, сондай-ақ жер жанартып көшетұғын болсаң, ямаса маусымдерге бола жинап алып қояжақ болсаң, тез таратылып, тақланып, тез құрастырылып құрылады. Қара үйге кірер есігі аласа, пәс бойлы болады. Оған кірерде адам еңкейіп, басын иіп кіреді. Бұл дегені ұсындай құтылы жерге иіліп, тәкаппырлығыңды басып кіресең дегені. Отаулардың тикарғы сүйек бөлеклері ең шыдамлы, пайдалы тереклердің ағашынан жасалады. Демек, адам толық, ана табиғат құшағында ұйықтайды, ауқатланады, дем алады, жақынлары менен өмір сүреді, өмірлік күш-қуат топлайды. Отаулар әр түрлі күтілмеген табиғи апатларға төзімді һәм сенімді жасау орны болады. Қара үйлердің ішкі безеулері, нағысылары өз алдына бір дүние. Олардың астарында бабалардың, мама кемпір, апалардың бізге айтажақ қаншама сыры, мәнсілер, жоллама, жол жобалар, саза, мазмұн бар екенін еле берін ізетілуіміз керек шығар деп ойлаймын. Жұмақлап айтқанда табиғат менсіз-ақ арқайын жасай береді. Бірақ мен табиғатсыз жасай алмаймын деген мәніс мазмұнды ұғамыз. Дана ата-бабаларымыздың бұл мирасынан. Өзлігімізге қайту, өзіңді үйреніп ізетлеу, өзің болып қалыптасу жаратылыстың тикарғы низамларының бірі. Сіздің үйде қара үй бар ма? Қара үйде бір рет болса да ұйықлап, шай ішіп, ауқатланып, мейман болып көрдіңіз бе? Сізде қара үй, отаулар менен байланысты қандай қызықлы яднамаларыңыз, еске түсірулеріңіз бар? Видео астына пікірлеріңізді қалдырың.